Астана KZ комиссионканың иесі. Бұл Астана KZ комиссионный магазин сіздермен бірге маржан. Үшеу ғана осындай асты жоқ, крышкасы жоқ, бағасы 500 теңге. Астана қаласы Юго-Восток Бөлекбаев 19 ЖК Керей цокольный этаж Астана KZ комиссионка. Негізі Жетісайдың тумасымын. Ең бірінші бастағанда 300 мыңмен бастадым. Магазиннің уже өзінің клиенттері бар. Қазір Астанада комиссионкалар көп, иә? Оннан асады. Иногда 0 болып қаламыз, қойшы. Сіздің қазір комиссионкадағы ең арзан киім 100 теңге тұрады, иә? Ол ана только сату емес мақсат. Айтатын Маржан тәте көмек беріңізші деп келіңіздер. Ой, мына киімді кім алады? Не сұмдық, мынандай алатындар бар ма деп жазады да. Мына тоқшылық заманда құтырмау керек деп ойлаймын. Біраз өзім инсульт алған адам. Өзім де тесік киім киіп кете берем. Бірақ енді көрерменге де қызық шығар. Жалпы комиссионный магазинде табыс бар ма негізі? Қазіргі кезде уже мен хейтерлерге мазаланып отырмайм. Честно айтайын, жауып тастағым келді бір кезде. Қатты ауырдым. Жүрегіңіз ауырып, немесе жүрегіңізді жақын қабылдап қалатын кездер бола ма? Оны айтсам бар ғой. Мен алға басам, мен өмір сүрем. Жақсы адамдарыма 1000 алғыс, хейтерлеріме 100 алғыс деп қоямын. Баршаңызға сәлем. Абылайхан Өмірбай YouTube арнасы өз жұмысын бастайды. Көптен бері біздің арнада сұхбат шықпай кеткен еді. Оның да өзіндік бір себептері бар. Десе де биылдан бастап біздің арнада көп сұхбат шығады деген сенімдеміз. Өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіде танылған біраз адамдар бар. Қазақ медиасында, жалпы әлеуметтік желіде біздің оқырмандар болсын, көрермендер болсын, білетін, сіздерге жақсы таныс бір сатушы апайымыз бар. Астана KZ комиссионканың иесі, белгілі блогер Маржан апай бүгін біздің арнада қонақта. Қалайсыз? Шүкір, аман есен. Амансыз. Өзіңіз қалайсыз? Шүкір, бәрі жақсы. Бүгінгі сұхбатқа келісім бергеніңіз үшін рахмет айтамыз ең әуелі сізге. Білемін, уақытыңыз тығыз, десе де сол алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жалпы өзіңізде бәрі жақсы. Шүкір. Комиссионкада кім қалды қазір? Комиссионкада сатушы бар. Сатушы бар. Жақсы, иә. Емін-еркін сұхбат құрамыз ғой. Құда қаласа. Ашылып, көсіліп, әңгіме бересіз ғой, иә? Айтасыз ба? Құда қаласа, иә. Дайынсыз, иә? Жақсы. Енді ең әуелі сол комиссионкадан бастадық қой әңгімемізді. Иә. Содан бастайық. Жалпы сіз осы комиссионканы қалай құрдыңыз? Бұл комиссионка қай жылдан бастап жұмыс істеп келеді? Неге оның атауы Астана KZ, сол турасында бастасақ? Негізі комиссионканың атын Астана KZ деп бастағаным, Астана қаласы, KZ Қазақстан енді. Комиссионный магазин деп атағанымыз, енді киілген киімдер ғой, негізі қазақ тілінде үнемдетілген деген сөзді білдіреді. Үнемдетілген деген сөзі біздің қазақтар қазір орыс басып кеткен ғой. Былай айтқанда. Енді көпке топырақ шашпай-ақ қоя салайын, честно. Киілген киімдер деп атап өте салдым. Кейін Астана KZ комиссионка киілген киімдер сіздермен бірге Маржан деп бастайтын болдық сөйтіп. Иә. Сосын қай жылы құрдыңыз? Негізі бұл комиссионный магазинді 2023 жылы 25 май айында құрдық. Жаймен тиындап, әйтеуір кішкене ғана 24 квадраттан бастадым. 22 жыл қызды ұзатқанмын ғой, оның киімдері қалды, өзімдікі бар, ана баланыкі бар. Үшеумізге қарап тұрсаң, ана әлемге сыймайтын киім екен бар ғой. Құр көтеріп жүре бересің ғой, құрсын деп. Екеу алып қалып қалған, бәрін ұрғансың ғой комиссионкаға. Бірінші бастаған кезде, кейін реализацияға алып жүретін болдым. Реализацияда біраз қиналдым, аренданы шығару қиын. Содан кейін Дәулетке қарай көшіп өттік. Ескі Ж2 вокзал жаққа. Торговый дом Дәулет. Сол жерде жұмыс істедік. Ол жерде де біраз салым салдық. Чтобы 40 квадрат болғаннан кейін, 24 квадраттан 40 квадрат болғаннан кейін еще біраз керек. Прищепкалар керек, вешалкалар керек дегендей сөйтіп. Істеп, көбейтіп, 107 квадратқа өттік қой. Мұна Кернайға келіп. Сол үшін айтамыз ғой, Астана KZ комиссионный магазин Юго-Восток деп всегда. Юго-Восток екен білінсін деп. Ато көбінше барлығы Дәулетте деп ойлап қалады мен әлде. Сөйтіп, Юго-Восток деп осы правый жақта айтатын болдық қой. Сөйтіп, басталды әйтеуір, бисмилля деп. Енді Құдайға шүкір, аяққа тұрды комиссионка. Қанша теңгемен бастадыңыз? Ең бірінші бастағанда 300 мыңмен бастадым. Примерно ол да жетер-жетпес болып. Сөйтіп, әйтеуір бір тиынға уланып сол қосып. Сөйтіп 107 квадратқа жеттік қой. Қазір екі сатушыңыз бар, е?
Жоқ, бір сатушы. Бір сатушы, иә. Арасында бірақ өзіңізде барып, Өзім барам. иә, сатып, жарнамасын жасап тұрасыз. Сатам, жарнама, мен жарнама жасамасам комиссионка сол уақытта тоқтап қалады. Ендігі мына нәрсеге келейікші, қазір Астанада комиссионкалар көп, иә? 10-нан асады. Бірақ соның ішінде сіздікі ерекше. Яғни бұл ерекшелікті сіз өзіңіз ойлап таптыңыз ба? Маркетинг саласына ден қою дегенді, камераға қарап сөйлеп сату дегенді, жоқ әлде сізге бір ұсыныс тастады ма сондай? Ешкім маған ұсыныс тастаған жоқ, былай айтқанда. Мен бірінші комиссионканы ашқан кезде чаттармен жұмыс жасайтынмын. Вот бізде лайк көмек деген бар ғой, соларға қарап чаттармен жұмыс жасап жүрдім, бірақ енді лайк көмекті мен рекламировать етіп атқаным жоқ. Иә, түсініп отырмын, аха. Иә, сөйтіп телефонды онша түсінбеймін, біздер алло деп связьға шығамыз болды ғой. Енді біраз одан тыстау адаммын ғой, былай айтқанда. Сонымен қызым айтты, мам, 3-4-5 ай өткен екен, мам деді, обзор түсіріп көрші деді. Обзор түсірем, ана жазып алғам, адрес полный, сөйтіп айтып жүретін болдым. Одан кейін тағы бір 4-5 ай өткен екен, қызым айтты, мам, прямой эфирге көрші. Қой дегенсің ғой. Ана мысым басылып қалды өзімнің, біраз ойланып жүрдім. Кейін балам айтты, мама, ол қорқатын жері жоқ, бәрі сізді көреді, бірақ сіз ешкімді көрмейсіз. Одан қорықпай-ақ қоя сал, бірақ та боқтама, жаман сөз айтпа, жақсы сөзіңді айта бер, өзің жақсы мамасың ғой деп сөйтіп балам мақтап жібереді ғой, ісіп барғансың ғой кейін. Жарайды, көрсек көрейік деп сөйтіп барып, оны да үйреніп кеттік, құдайға шүкір. Сіздің қазір комиссионкадағы ең арзан киім 100 теңге тұрады, иә? 100-ден басталады. Ең қымбаты? 3,5 мың, 5 мың, 10 мыңға дейін де барады. Барады, иә? Енді адамдар сіздің комиссионканы білет, өздерінің қолданылған киілген киімдерін әкеп тапсырады. Иә. Сіз оны әрі қарай процесс қалай жүреді? Оны жуасыз ба, іріктейсіз бе? Ірікте барамыз, керектісін қоятын болса, таза киімдер болса қоя саламыз, былайлау киімдер болса жуамыз. Ал енді шілей төмен болса тастауға мәжбүрміз. Оны қайда апарамыз бәрібір. Көбіне қандай киімдер әкеледі адамдар? Детский киім көптеу керек. Өйткені бала-шаға тез өседі ғой. Симай қалған, например, көпшіліктің әкелетіні. Андай жыртық, тесілген. Ондай да өте көп келеді. Лас киімдер әкелетіндер бар ма? Иә, бар. Оларға қатысты не айтасыз? Оларға қатысты не айтамыз? Тегін қабылдағаннан кейін Алла разы болсын деп алып қаламыз. Біреулер сонда алып кетеді. Тігін тігетін кісілер де бар ғой. Соларға тегін бер жере саламыз. Алып кете беріңіз деп. Өздері жуып, шайып, сол лоскоттар тігіп, сөйтіп жататын кісілер. Енді қараңызшы, мен әлеуметтік желідегі сіздің парақшаларыңызды қарап шықтым. TikTok бар, Instagram бар, иә? Сонда адамдар көп жазады сізге комментарийде былай, ой, мына киімді кім алады? Не сұмдық, мынандай алатындар бар ма деп жазады да. Сондай, соған қарағанда алатындар бар болып тұр ғой, көп қой ондайлар, иә? Алатындар өте көп. Енді ондай жерге кірмейтіндер де бар. Кіріп қалып, ойбай, қойшы деп шығып кететін кісілер де бар. Ойбай, кетек құрсын деп. Оларға айтарым, мына тоқшылық заманда құтырмау керек деп ойлаймын. Басымызға ертең не күн келеді, бір Алла біледі. Біздің өміріміз, кешегі әжелеріміздің, ата-бабаларымыздың өмірі тарих болып қалған жоқ па? Былай айтқанда. Өткен өмірдің бәрі тарих қой. Қиыншылық заманнан өткендерін әжем марқұм айтып отырушы еді. Қалай қиналғандарын ашаршылық замандарында, киімсіз қалған замандарындағын бәрін айтып отырған. Соған қарап мен өзім ойланам, бар ғой, құтырудың қажеті жоқ. Мен үйдінде өзімде тесік киім киіп кете берем, онда тұрған ештеме жоқ. Бір тігіп аласың, 1-2 жыл киесің, беймалал. Онда тұрған еш қиын нәрсені ойламаймын мен, қиындық деген нәрсені, бар ғой. Бір киімді, например, әжелеріміз айтатын, 2 көйлегім болсын, 2 дамбалың болсын, болды. Әуретіңді жауып жүрсең болды деп. Өйткені сұрапкершілік жақсы емес дейтін. Дұрыс қой енді, сұрапкершілік деген ең жаман нәрсе. Біз қазір тоқшылық замандамыз, Аллаға шүкір. Тәуба. Елімізден, жұртымыздан қалмай тойға баратын болсақ, бір көйлегіміз қайтақ киіп бара алмаймыз ғой. Ұяламыз. Ал ол көйлек не істейсің кейін? Бәленбай ақшаға сатып аласың да, оны кейін апарып тастай салу деген, енді ол деген мен үлкен ысырапкершілік деп ойлаймын. Өйткені мен, например, бір көйлек алып кисем, ойлаймын, ана кісінің көйлегі бар ма екен, ана 5-6 бала туған әйелдердің. Ол кісілер не жеп жатыр екен? Көрдіңіз ба? Мен бір киім алып кисем, солай ойлаймын. Мен мынаны сырап қолғанша, мынаны 2-ші рет кейін, 3-ші рет кейін, болмаса біреуге берейін. Солай. Тегінде беріп жүретін кездеріңіз Тегінде беретін жерлерім болады.
Ондай сұрайтындар көп менде. Тұрақты түрде келіп тұратындар да бар, иә? Иә. Айтатын, Маржан тәте көмек беріңізші деп келіңіздер деймін. Отказ бермеймін. Ашықсыз. Иә, отказ бермеймін. Күніне неше адам келеді сіздің дүкеніңізге? Әртүрлі ғой енді. Күніне 5-6 адам келеді, 10-15 адам келеді. Например, бір адам өзі 20-30 мыңды көтеріп кетуі мүмкін, например. Сондай ғой енді. Иә. Яғни сіздің тұрақты тұтынушыларыңыз бар. Бар, Құдайға шүкір. Магазиннің уже өзінің клиенттері бар. Десе де біреудің есебіне әрине кірісуге болмайды, бірақ енді көрерменге де қызық шығар. Жалпы комиссионный магазинде табыс бар ма негізі? Бар. Бар, иә? Құдайға шүкір. Өзіңізге жетерліктей бар. Иә. Короче, бала шағыңнан ақша сұрамай, өз күніңді өзің көруге жетеді, пенсия жасына жеткенше. Дұрыс. Қазір аяқ қолымыз бүтін кезде ана әже марқұм айтушы еді, ешкімге ешқашан тәуелді етпе Алла деп. Намазда да солай тілеуші еді. Неге сөйтіп айта береді? Балдары болған екен көмек беру керек қой дейтін. Оказывается, өзің ұялады екенсің ғой сұрауға. Балдар көмек береді, бірдеме сұрасаң жоқ демейді. Әпереді, кигізеді, жегізеді, мама мынаны іш, же мынаны ки деп. Бірақ та бәрібір ана өзің тауып кигенің ол өзгеше екен дейсің да. Өз бейнетіңе аласың барлығын. Енді табыс туралы сұраған себебім енді сізге әрине адамдар әкеледі ғой киілген киімді, бірақ оны тазалау, іріктеу, өзіңіз айтып отырсыз, арасында жуып тұрамыз деп, одан бөлек жалға алуы бар, иә? Помещение дейміз, ғимаратты. Одан бөлек жаңағындай коммуналдық қызметке төлейсіз. Содан артылғанын өзіңізге алып қаласыз ғой енді. Сол ғой, иә. Яғни өзіңіз жетерліктей болса болды. Құдайға шүкір. Енді қараңызшы, мынау киілген киім дейміз ғой, жаңағындай комментарийларды оқыған кезде өзіңізде бір жүрегіңіз ауырып, немесе жүрегіңізге жақын қабылдап қалатын кездер бола ма? Оны айтсам бар ғой. Бірінші сол комментарийларды оқыған кезде жылап, ана жастықтарым шылқып жататын едім ғой. Сонда балам анандай жерде жатады, бір бөлмеде жатамыз ғой. Мам, неге жылай бересің дейді. Мен саған айттым ғой дейді, прямой эфирі осындай болады. Комментарий осылай деп айтады, өзің дайынмын деп айтып едің ғой дейді. Енді неге жылап жатсың дейді. Ал қазіргі кезде мән бере бермеймін. Ат басына күн туса, ауыздықпен су ішеді, ер басына күн туса, етікпенен су кешеді деп әже марқұм бекер айтып кетпеген оны. Ол негізі не только әже марқұмның, ол қазақ ата-бабаларымыздан келе жатқан сөздер. Ұғым ғой бұл деген. Просто біреулер не дейді, біреудің сөзіне ілігіп, ойнап та жазып кетеді. Оны көріп отырам комментарияда. Жекелеріне шығып не болды десем, тәте ойнап жатырмыз ғой, не болды деп, сізге жақсы ғой деп қояды. Қазіргі кезде уже мен хейтерлерге мазаланып отырмаймын. Өйткені сол хейтерлерім бар екен деймін да. Мені көтеріп жатқан солар ғой тағы да деп қоямын. Мені жақсы сөздерменен пысытқан жақсы адамдар ғой енді. Хейтерлерге мән бермеңіз, пусть айта берсін, кімнің қай адамның ішінде не бар дейді да, соны шығарады дейді. Сөйтіп жеңілденеді дейді. Сіз оған мән бермеңіз, өзіңізге қабылдамаңыз деп жақсы адамдарымыз да сол қолдайды. Қазір айтам ғой енді, жақсы адамдарыма 1000 алғыс, хейтерлеріме 100 алғыс деп қоямын. Сонда да алғыс білдірем дейсіз ғой. Иә, өйткені олардың да бары жақсы екен деймін. Иногда қатты ашуланып қалсам, үндемей өтіп кетем да, кейін біраз уақыт өткеннен кейін сол комментарийді қайтып ашам дағыны, сөйтіп ответ жазып кетем. Өзіңіз жазасыз жауаптарды? Өзім жазам. Әрқайсысын оқисыз? Әрқайсысын біреулеп тұрып оқимын. Достар, көрдіңіздер ме? Сіздер жазған әрбір комментарийді Маржан апай өзі бақылап, оқып, жауап береді. Сондықтан да жаман пікір жазбаңыздар. Мүмкіндік болса, жақсы пікір жазып, тілек жазған абзалырақ. Солай ғой? Дұрыс қой, иә. Енді Маржан апай жалпы дүкен жайлы түсіндік, қалай ашылғанын, қанша теңгемен бастағаныңыз жайлы, арасында енді шынымен де мұқтаж жандар да бар екен. Өте көп. Ендігі кезекте мынау маркетинг саласына, жалпы сіз осы тауарларды дейміз бе, киімдерді жарнамалап сату саласына келетін болса, сіз ерекше бір тәсілді қолдандыңыз, Бұл енді Қытайда әсіресе жақсы дамып кеткен, камераға қарап тұрып, тауарды сату, оны әдемілеп тұрып жарнамалау, бұл бізге енді келіп жатыр ғой. Ал енді кезекте сіз осыған қалай келдіңіз? Камераға қарап тұрып, киілген киімдерді сату енді екінің бірінің қолынан келе бермейді, және де енді әлде бұл мұқтаждық па? Шынымен де сатып алушылар саны мүмкін азайып кеткен шығар дүкеніңізде? Жоқ, одан емес. Камераға қарап, ол енді тікелей сату деген, конечно, ол да біраз қиындау түсті. Бірақ та бірінші бастаған кезде қиналып, тұтылып, сөйтіп жүрдім. Кейін ойладым, маған уже қиналған кісілер келіп бастады. Значит, мен көрсету керек екенмін деген сол.
ол ана только сату емес мақсат. Ана елдер көрсін, алсын деген мақсатта. Ана арзан кезде алып қалсын. Например, мен андайлар көп берем, скидкалар 100 теңгеден. Или бір шиваки пакет толдырып аласын 2000 теңге деген. Сондайлар көп берем. Өйткені ол деген елге қолайлы. Соны ала алмай қалатын кісілер де бар. 100 теңгеден көптеу алып қал десең, біреулер 200-300 теңге алып келетін кісілер болады. Соларға жаның ашып кетеді. Құлағына, әй, бері келе қойшы дейсің де, құлағына сыбырлап жүресің ғой. Үндеме бар да қалағанды алып кете беріш деп. Ана елдер естіп қоймасын, ата неге сен оған бердің, не бізді алалап отырсың ба дегенге бармасын. Енді әркімнің құлағы әртүрлі естеді ғой. Сөйтіп қайырымдылыққа да беріп отырамыз, енді мен бір жерге берем деп айтпаймын. Оң қолың берген қайырымдылықты сол қолың білмесін дейді ғой негізінде. Имандылық жолын қатты ұстанамыз біздер. Сөйтіп ана кісілерге бер жерім үндемеймін. Көпшілік айтады, неге дейді, сен түсіріп алмайсың соны дейді, что дейді, елдерге дейді, мотивация болсын да деп. Мен айтам, Алла тағаланың беріп тұрған қайырымдылығын ешқашан мен жарнама қылғым келмейді деп. Оны енді кім қалай түсінеді, мен өзім түсінігім солай деп айтам. Түсінікті. Яғни сіздің мынау әлеуметтік желіге салу бастауыңызға қызыңыз әсер етті. Қызыңыз әу баста мам деп жүрген сол, иә. Одан кейін қалай кетті бұл іс, қалай дөңгеленіп кетті? Енді өзім ары қарай үйренісіп кеттім. Қызым босанды, үйінде қалды. Мен только обзор түсірем, ол қызға чатқа салам ғой, енді өзіміздің Астана KZ комиссионка чатымыз бар. Ол қызды админ қылып қойған менді. Қасымда көмекші болған екен. Сол жерден енді мен чатқа салып, саған салып отырмайын, 2 бөліп деймін да, телефонды толдырып. Давай, одан да сені админ қылып қоя салайын дедім. Сонымен өзі ары қарай салып отырады TikTokқа. Өзі монтаждайды, өзі монтаж жасайды, керексіз жерін алып тастайды, керек жерін қойып тастайды. Аны ұрсып қалатын жерлерім бар, ортада сол қойып тастайды. Содан кейін салып жүктеп отырады, сіз тек қана сөйлеп бересіз. Иә, мен сөйлеп беремін. Былайша айтқан кезде сіз онлайн сатушысыз ғой? Онлайн сатушы, иә. Сол кезде мынау бұрынғы Астана KZ комиссионкамен және де маркетингі дамыған, әлеуметтік желідегі парақшалар дамыған Астана KZ комиссионканың айырмашылығы жер мен көктей шығар? Менікі былай қарасаң, Советский Союз десең де болады. Былай VIP емес менің комиссионкам. Жоқ, сатылым жағын айтам. Бұрында мысалы сатып алушылар аз болса, кейін мынау парақша дамый бастағасын, көбейген шығар. Иә, көбейді. Жаңа өзіңіз айтқандай адамдар көбейе онлайн бар, онлайн бар, офлайн бар. Иногда онлайн көтереді, иногда офлайн көтереді. Иногда 0 болып қаламыз, қойш. Алланың беріп тұрған несібесіне шүкір, бүгін бермесе ертең береді. Ана ойбай болмады деп жылап келуге де болмайды ғой. Алла тағала да айтады ғой, шүкіршілік етпесең, күпіршілік етіп тұрсаң, мен саған былай көрсетейін деп. Оған ертең күн не деп жауап береміз? Алла саған не жаздың дейміз ба? Құдай сақтасын дейсің ғой. Астафираллах. Әйтеуір жаманнан сақта. Аман болайық, деніміз сау болсын, главное, отбасымыз аман болсын. Ағайын туыс, бауырларымыз аман болсын, соны айтамыз. Ел жұртымыз аман болсын деп. Дұрыс айтасыз. Мынау мен сіздің парақшаларыңызды қарап отырамын ғой, сонда кейбір кезде комментарий жазады екен да, бұл кісіні кім түсіреді деп. Оған жауап бердік, қызыңыз түсіретін. Бірақ енді одан бөлек, мысалы, сіздің отбасыңыз жайлы білгісі келетіндер бар екен да. Мысалы, апайымыздың қанша баласы бар екен, апайымыз қайдан астаналық па, жоқ әлде қайдан келген апай деп сұрап жататындар бар екен. Сол жайлы өзіңіз сол сұрақтарға бір жауап берсеңіз, осы біздің YouTube арнаны пайдаланып. Қай жақтың тумасысыз өзіңіз? Негізі Жетісайдың тумасымын. Жетісайда туылғам, анамның жұмыс бабыменен, мен мамам рус-лит неміс тілі оқытушысы болған кезінде при советское время. О 76 жылы күздерде ма сол Өзбекстанға көшіп кеткен. Содан Өзбекстанда жұмыс жасады, одан кейін біздің мамочка ары қарай партийный болды, Аллаға шүкір жақсы өмір сүрдік қой енді. Одан кейін 30 жасымда мен осы Шымкентке қайта оралдым. Мен просто жұмыс істеймін деп келгем туысқандардың қолына. Содан ары қарай кейін білмеймін, осы Астанаға бір келдім, ұнап қалды маған. Ол кезде ызғар деген, қазіргі ызғар ештеме емес қой. Ол кездегі ызғар деген ана жел біратылы ары қарай думалатып әкететін кездер еді ғой сол кезде. Сол кезде келдім, ұнады, содан қалып қойдым. Жұмыс деп. Балдарым Құдайға шүкір осы жерде мектеп бітіріп, осы жерге жұмысқа тұрды. Жолдасыңыз? Жолдасым жоқ, ажыралғам. Түсінікті.
Яғни сіз өзіңіз балаларыңыз өзіңіз тәрбиеледіңіз, иә? Иә, өзім тәрбиеледім. Әуелі Алланың артында, қала берсе өзім енді. Неше балаңыз бар? Бір қыз, бір ұл, сол. Қыз Құда қаласа 30-ға келе жатыр. Ертең балам 11 январ Алла берсе 26-ға толады. Яғни сіздің анау TikTokта салатын немерелеріңіз сол өзіңіздің қызыңыздың баласы? Иә, сол бір қыз қазірше. Түсінікті. Сіз қазір ұлыңызбен тұрасыз ба? Былай айтқанда қазір қызбен бірге тұрып жатырмыз. 2 бөлме сол. Қызбен бірге әр жерде квартирада болғанша бір жерде тұра берейікші деп. Яғни әрі көмекшіңіз, әрі Иә. Инстаграмдағы менеджеріңіз қасыңызда екен Иә, ғой? қасымда, иә. Бір жерге шығатын болсақ та бірге шығып келе саламыз. Мама, сен дайындал, мен дайындал деп. А то мен арғы квартирада бұл бер жақта бір-бірімізге таксимен барып, одан ары қарай таксимен кетіп, жол кіре қылғанша бір жерге отырайық балам деп. Анам марқұм емес, Аллаға шүкір. Тірі? Әкем марқұм болды, 2005 жылы. Анаңыз сол Жетісайда ма? Жоқ, Ташкентте. Ташкентте. Яғни сіз Әпкеммен бірге тұрады. Менің туған әпкем бар. барып тұрасыз? Иә, барып тұрамын. Ал әжеңіз енді Әжем марқұм болып кетті. сіз ол кісінің сөздерін көп келтіреді екенсіз да? Өйткені Сол кісінің әженің қызы қолында- болдық, иә. Сол кісінің қолындасыз. Иә. Енді қараңызшы, қазір мынау енді жолдасыңыз жоқ, енді бала шағаңыз бар дегенмен де бір адам болады ғой, жаңағыдай айтып отырсыз ғой, жастан алып бір жылап алатын кездерім болады комментарий оқығанда деген кезде. Бір қиын сәттерде сізге демеу білдіріп, қолдау білдіретіндер бар ма бала шағаңыздан бөлек? Кіммен сырласасыз бәлкім? Көбінше мен папамның інісі бар, Қарсыбай ағам. Соның әйелімен сырласам. Сол кісі көп андай айтады. Жақсы сөздерін айтып, мотивация бере алады. Жаным, қызым, былай жасаңыз, жыламаңыз, өмірдің бәрі алдында, әлі жассыз деп сөйтіп біраз мотивация береді. Әрі анамдай көрім, бар ғой. Мен мамам қызғанып қалады былай айтқанда. Ана жеңгемді барып құшақтасам, анам болса, мен тұрмын ғой деп қалады ғой. Жеңгемді жақсы көрем көбінше. Сол жеңгем көп мотивация айтып отырады. Ақыл кеңесін береді. Иә, ақыл кеңесін береді. Құдайға шүкір қылыңыз, дүниеңіз болмаса да балдарыңыз бар, иманды деп. Балам 5 мезгіл намаз оқиды, Құдайға шүкір, иман жолында. Бірақ Құдай сақтасын, вахабистің жолында емес. О келте балақ кейіп ондай істемейді. Кәдімгі имани жолында. Құда қаласа келін аласыз, үй жайлы боласыз, онда тұрған ештеме жоқ. Бір күн қиыншылық артта қалып кетеді деп сөйтіп барлығын айтып отырады. Всегда. Түсінікті. Енді мен сіздің парақшаңызды көріп, сіздің закрепленный бір публикацияңыз бар екен. Сіз қазір Астана KZ комиссионканы сатып жатыр екенсіз. Оның себебі қандай? Өйткені біраз денсаулығыма байланысты болып тұр. Арзан сата салайын дедім. Сөйтіп, біраз өзім инсульт алған адам. 50-ға аяққа тұрдым, содан кейін қой біраз больницаға жатып емделейін дегенмін ғой енді. Болмайды, бұлай жүрей берсем, ертең күні парс етіп түсіп кетсем, бет аулақ, балдарыма андай қып қалмайын, кедергі болып қалмайын деп соған біраз сатып емделіп алайын. Маған комиссионка ашу ештеме емес. Басқа комиссионка ашып кетем. Яғни сіз осы тек денсаулығыңызға байланысты отар жатқыңыз келіп отыр. Соған байланысты сатпақшысыз. Енді сатып алушылар бар ма, ниет білдіргендер? Иә, бар. Олармен переговор дейміз ғой, келіссөз жүргізіп жатыр ма? Келіссөз жүргізіп жатыр. Құда қаласа осы 3-4 күн арада болып қалар деп сөйтіп тұр. Олар сатпаңыз, мен алайыншы деп. Енді бұйырғандікі, қайсың бірінші келесін соныкі. Ондай бір қимау сезімі жоқ па? Бар. Өйткені осы комиссионкаға жан бердім ғой, братала. Балдарыммен ұрсып таласып дегенде. Жаба сал комиссионкаңды жылай бересің деп сөйтетін балам көбінше. Ана сатпайсың ғой оны, жаба алмайсың. Ана честно айтайын, жауып тастағым келді бір кезде. Қатты ауырдым, енді жауып тастай салайыншы деп. Просто маған жауып тастағын қимадым. Комиссионка итак клиенттерім жабам деп жаздым ғой енді. Даже маған сбор жиып берейік, емделіп шығыңыз, қайттан жұмыс жасаңыз деп жатқандар бар. Енді сбор жидырмайым дедім. Бірақ бұлай сатып жібере салайын деп сөйттім. Бұйырса, Құда қаласа тағы да ашармын кейіншелік деп. Жағдайым реттеп аласың. Иә, жағдайым реттеп, денсаулығымды реттеп алайын деп. Түсінікті. Сіз енді осы комиссионканың арқасында хабардан бірақ шықтыңыз. Иә, былтыр. Қызық премиядан. Иә. I am glad to see you. Oh, who is on duty today?
Oh? What is your name? My name is Marjan. Where is your business? Астана KZ комиссион. Мінекей. Оған шақырту қалай келді? Не деп айтты сізге? Әлде тосын сый болды ма? Қызық премия ма? Иә. Қызық премия былай болды. Бұны шаршап, ауырып, талып қаласың ғой, братала. Сөйтіп отырғам, кеш болды, ана уже расчет жасап кетейін деп атқам, 9-дан ашып қалған. Біреу звондайды, не болды екен? 9-дан кейін кім звондайды уже деп. Сөйтсем, менің атым Зарина, сізді қызық премияға шақырам деп қалып. Мен түсінбей қалдым. Ана елдердің айтқаны есіме келді, елдің аузына салады екен ғой деп. Ау мен деп қойғаным бар еді ғой деп. Сөйтіп, жарайды дей салғам ғой. Ана үйге келе салып тағы ойланасың ғой. Балам ана қызық премияға шақырып жатыр деп, қызым мен балам айтсам, балам мен қызым. Мам, дайындал, тез дейді ғой. Алдымда жайдарман бар, жайдарманға барып келу керекпін. Одан кейін қызық премияға барам деймін ғой. Сен ол не ол десем, осындай қызық нәрсе, мама, жақсы ол. Өзіңнің ертең алға басуыңа да жақсы. Бұл саған беріліп тұрған мүмкіндік қой деп. Балам жақсы айтады да сонысын. Сөйтіп жарайды дегенсің ғой. Көрейік онда, иә. Сондай қараңызшы, сізге қызық премияға шақырды. Демал құрамасымен бірге сіз жайдарманда ойнап қайттыңыз, иә? Осындай жалпы өнер саласына қатысты іс-шараларға сізді жиі шақырып тұрады. Осы жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Ұнай ма сізге? Жағып жатыр ма? Ұнайды, конечно. Сұхбаттарды байқап қаламыз сіздің алдында блогерлерге беріп жүрген. Ұнайды өзіңізге. Осы ұнаған арқасында сізге қазір ұсыныста білдіретін компаниялар көбейіпті, жарнама бойынша. Оған енді арнайы шақыртып жатады. Біз көрдік, Қызылордаға барып қайттыңыз, Астанадағы біраз компанияны жарнамаладыңыз. Енді құпия болмаса, жарнама қызметіңіз қанша сіздің? Құны қанша? Айтпай қоя салайыншы дейді ғой. Бәлкім сізді қазір көріп отқан адамдар қызығып қалар. Біздер басында 20 мыңнан бастадық. Кейін қарасақ таксиден артпайды. Немеремді сүйреп жүрем, одан кейін қой дедім, 35-ке шыққан. Көтердіңіз. Иә. Яғни сіз бір Reels, бір TikTok түсіріп бересіз, сол ақшаңыз 35. Инстаға шығарамыз. Инстаға шығарып бересіз. Олар мәтінін сіздерге өздері дайындап береді, сіз ары қарай сөйлеп бересіз. Енді қалай өзіңізге ұсыныс білдіріп жатқандар одан сайын көбейіп жатыр ма қазір? Құдайға шүкір, налымаймыз. Ұнайды сізге? Иә. Енді қараңызшы, жаңа біз айттық, егер сіз комиссионканы сатсаңыз, жақсы бағаға, одан кейін денсаулығыңыз мен жағдайыңызды реттеп алсаңыз, ары қарай жоспарыңыз қандай? Бәлкім сізге дүкен ашу керек шығар. Ойлап та тұрмын соны. Бұйырса деп. Ол жоспар. Аузыңыз қалмай. Өйткені мен байқадым, комментарийға жазатындардың арасында сондай тілек білдіретіндер бар екен. Иә. Жақсы андай дүкен ашып кетсеңші деп өзіме хабарласқан кісілер де болды. Комиссионка ашып, не қыласыз, комиссионкада 3,5 жылдан асты ғой жүргеніңізге. Жақсы дүкен ашып кетсеңші дейді. Осыдан пайдаланып кетсеңші деп сөйтіп қалады. Енді ол жағында ойлап жүрміз, енді алдағы Алланыкі ғой. Бір Алла білет енді. Алдын ала бірдеме деп айтып болмайды, мен мынаны істеймін деп. Өйткені мен қыламын 30, тәңірім қылады 9 деген нәрсе бар. Біздің әжем марқұм айтпақшы. Сол. Енді сізге қазір мен арманыңыз қандай деген сұрақ қойсам, сіз айтасыз, дүкенімді ашу дейсіз. Әлде одан да бөлек армандарыңыз бар ма? Арман мақсат қашан біткен? Ешқашан біткен. Бітпейді. Армансыз адам? Армансыз адам болмайды ешқашанда. Армансыз адам болса 4 аяқты хайуанмен тең боласың ғой, былай айтқанда. Сол. Енді қараңызшы, сіздің күш-жігеріңізге қарап, мотивация беретініңізге қарап, сауда саласында жүргеніңізге қарап, негізінде жігерленетіндер көп. Бірақ бізде қазір білесіз, енді ондай табыс тапқысы келмейтін, еріншек жастар да бар. Сол жастарға не айтасыз? Жастарға айтарым былай. Ерінген не дейтін еді? Ерінгенге не береді деп әжем марқұм айтушы еді бірдеме деп. Сол есіме шығып қапты былай айтқан. Ерінгенге не береді? Ерінбе етсең бейнетіңді табасын наныңды деп сөйтіп бірдемелер айтып отырушы еді. Еңбек етсең ерінбей тояды қарның тіленбей деп. Ана атам қазақтың айтқан сөзі бар ғой. Ол ана жатып алып жұмыс жоқ. Мен жұмыс істегім келмейді, ал жұмыс істемеген адамға ақша жоқ. Өмір сүру деген ол уже теріс деген нәрсе ғой. Қалай, например,
Мен өзім айтып жатырмын, пенсия жасқа шығып, келін алсам, Құда қаласа уже, келін алатын уақытта аз емес қой енді, аз уақыт қалды. Одан кейін немере сүйсем, балам айтады, отырасың ба дейді. Келін алсаң, немере сүйсең, отырасың ба үйде дейді да. Көреміз балам деймін. Бірақ отыра алмайтынымды анық білем. Жүріп қалған адамсыз. Мен жүріп қалған адам. Өйткені біздің әжем марқұм сондай. 83 жасында жаздың күні кетпен шабатын, ораза аузыменен. Біздер өліп суға түсіп, су ішіп жатамыз, ол кісі кетпен шабатын, ораза аузыменен. Қарасаңшы, ондай күш деген, жігер деген әр жерінде табыла бермейді. Ал қазіргі жастар жатып алып, жұмыс жоқ. Ойбай, ана жердің ақшасы андай, мынаусы мындай, ана жерде коллективте анау айтып жатыр, мынау айтып жатыр. Коллективке мән беретін болсаң, өмір сүрмейсің. Ол бар нәрсе ғой. Негативте бар, барлығы да 50-де 50 жүреді. Только мойынсыну керексің. Мен алға басам, мен өмір сүрем, маған деген жолым ашық деген өзіңе мотивация қою керексің. Сол кезде ғана өмір сүре аласың. Например, әр кісінің де талғамы бірдей болмайды. 5 саусақ бірдей емес қой. Сол секілді. Например, мен өзіме сондай мотивация қоям, мен бүгін жұмыс жасау керекпін. Бірақ мен осынша ақша табу керекпін деп айтпаймын. Мен жұмыс жасау керекпін, мен тірі жанмын. Мен бүгін Абылайханмен кездесу керекпін. Соны ойладым. Азанмен тұрдым, Абылайханмен кездесу керекпін. Тұрмаржан, жуын шайын әрекетің жаса. Вот. Адам өзінен өзі қамшылап тұрмаса, ешкім сені қамшылай алмайды. Айтады ғой, анаған Құдайым өзінің есесіне бермесе, ешқашан ол адам болмайды деп. Әр адам өз есесіне берсін екен деп. Мен мамам көп айтатын, сен жалқаусың деп. Мен, правда, әйтеуір бір жұмыс болса кірісіп кете бергім келмейді. Бала кезімнен сондаймын. Бір жерде көрінетін жұмыс болса кірісем. Сондай болғанмын мен. Тамаша. Иә. Енді Маржан апай, сізге зор алғысымды білдірем. Иә, бағана сұхбаттың басында айтып өткенімдей, осы сұхбатқа келісім бергеніңіз үшін, иә, сүбелі сұхбат құрғаныңыз үшін, жастарға біраз сабақ боларлықтай дүние айтқаныңыз үшін, енді өзіңіздің алға қойған мақсаттарыңыз бар екен, соларға жете беріңіз. Армандарыңыз орындала берсін. Сол жаңа өзіңіз айтқандай, ұлыңыз сізге қолыңыз ұзартатын келін алып келіп, бір қуантсын. Бірақ енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, үйде отырмаймын деп. Үйде отырмай-ақ та қойыңыз. Сіз сияқты осылай жастарға, жалпы тек қана жастарға емес, үлкен, жалпы ересектерге де мотивация беретін, күш-жігер сыйлайтын жандар көп болсын сіз секілді. Табысыңыз өрге домалай берсін. Амин. Көп рахмет. Қадірлі достар, осымен біздің сұхбат тәмам. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды және де осы біздің сұхбатты бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.